Баршаңызға сәлем достар. Бүгін ажар тюрбаны тігетін боламын. Әдеттегідей матаны алдын ала қырқып дайындап алдым. Алдыңғы бөлік, артқы бөлік. Дәл суретке салғандай етіп сызып қырқып алыңыздар. Алдыңғы бөлігі үлкендеу болады, артқы жағы кішкентай болады. 1-2 метр разница болады. Дәл осылай қосып тігіп шығыңыздар. Тігіп болған соң аударып екеуін де үтіктеп аласыздар. Артық матаны кесіп тастаймыз. Сосын дәл ортасын тауып белгілеп қойыңыздар. Енді артқы бөлігін 2 сантиметр етіп тігіп шығамыз. Резина сиятындай етіп. Енді резинаны өткіземіз. Резинаның ұзындығы 11 сантиметр. Түйреуіштің көмегімен өткізіп аламын. Өте әдемі орамал. Өзіме қатты ұнайды. Егер де үйлеріңізде машинка болса, тігіп көріңіздер. Ешқандай да қиын емес. Баста өте әдемі тұрады. Резина шығып кетпеу үшін бас жағын кішкене тігіп қойдым. Енді жоғары жақ бөлігін дәл видеодағыдай етіп түйреуішпен қадап тігемін. Дәл осылай қаптап шығамын. Дәл ортасын бір-біріне біріктіріп, үстіңгі жағы кішкене үлкендеу, бірақ матаны кішкене созыңқырап, ортада қалған матаны кішкене созыңқырап ұстап тігесіздер. Аударғанда ол білінбейді.
Негізі осы жерде кішкене қателеспін, аударатын жерді де тік тастаппын. Қазір қайтадан сөгіп тігетін болам. Бір 5 сантиметрдей тігісті сөгіп, астарын тікпейміз, матаны тігесіздер. Дәл осылай. Енді аударып. Складка тігетін боламыз енді. Дәл осы тігістің ұзындығы 30 сантиметрге туырлаймыз. Складка жасап. Енді складка жасап болған соң машинкамен тігіп шығамын. Жалпы ұзындығы 30 сантиметр болады. Келесі видеода осы ажар тюрбанның қалай өрілетінін көрсететін болам. Достар, каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Видео ұнаса лайк басыңыздар. Соңына дейін қарап шыққандарыңыз үшін рахмет. Не, орамал дайын. Келесі видеода артқы жағын қалай өретінін көрсететін боламын. Өте әдемі шықты.